Сәлеметсіздер мен балалар. Сабақтың тақырыбы «Саған не ұнады?» Здравствуйте, ребята. Тема урока «Что тебе понравилось?» Сабақтың мақсаты тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру. Оқылған мәтін бойынша тірек сөздердің көмегімен мәтінді мазмұндау. Сөздерді орфографиялық ережеге сәйкес жазу. Балалар, қазір жаңа сөздермен танысамыз. Ғасыр, век, бұрын, раньше. Повторяем за мной. Ғасыр, век, бұрын, раньше. Керемет. Келесі оқылым мәтінді оқимыз. Бұл кітап музейі. Музейде әртүрлі кітаптар бар. Мына кітап 10-шы ғасырда шыққан. Ол көне түркі тілінде жазылған. Мынау 200 жыл бұрын шыққан кітап. Ол араб тілінде жазылған. Музейде қызықты энциклопедия, альбом, электронды кітаптар көп. Маған кітап музейі ұнады. Это книжный музей. Здесь имеются разные книги. Вот эта книга была написана в X веке. Она написана на древнетюркском языке. А эта книга вышла 200 лет тому назад. Она написана на арабском языке. В музее очень много энциклопедий, альбомов и электронных книг. Мне понравился книжный музей. Қазір балалар жазбаша тапсырманы орындаймыз. Дәптерлерімізге бүгінгі күннің жадын жазамыз. Записываем число. Ақпанның 2-сі, класс жұмысы. Сабақтың тақырыбы «Саған не ұнады?» 4-ші тапсырма. Мына сөйлемді құрап жаз. Составьте предложение и запишите. Балалар, тапсырманы қатесіз орындаймыз. Жарайсыздар. Келесі тапсырма айтылым. Следующее задание – устное задание. 5-ші тапсырма. Суреттерге қарап, бұл қандай кітап деген сұраққа жауап бер. Нужно ответить устно на вопрос. Это какая книга? Например, бұл қандай кітап? Это какая книга? Бұл көне кітап. Это древняя книга. Жарайсыздар, балалар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.